Қайырлы күн достар, сіздермен Айғаным. Бүгін француз халқының өте танымал десерті құлпынай қосылған галета дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға біраз қасық қант, кішкене тұз қосып, үстіне 100 грамм сары майды қосамыз да, барлығын жақсылап араластырып, қолмен үгітіп аламыз. Сары май міндетті түрде холодильниктен шыққан қатты болу керек. Сосын үстіне 3-4 ас қасық салқын су құямыз да, жақсылап араластырып, біріктіріп, жұмсақ қамыр илейміз. Міне енді осы қамырды пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына кез келген жеміс-жидек бола береді. Құлпынайды мен осылай екіге бөліп дайындап аламын. Қамыр 30 минуттай холодильникта тұрды, енді жайып шығамыз. Қамыр өте жұқа немесе өте қалың болмау керек. Міне осылай жайып болғаннан кейін қамырымызды оқтауға орап аламыз да, табамызға пергамент қағазын үстіне қоямыз. Енді ортасына бір қасық крахмал саламыз. Кез келген крахмал болады. Мен жүгері крахмалын қостым. Крахмалды құлпынайдың суы қамырға өтіп кетпеу үшін қосамыз. Содан соң ортасына бағанағы құлпынайларды қойып шығамыз. Құлпынайдың үстіне бір шай қасық қант сеуіп шықтым. Сіздер қосқан жеміс-жидектеріңізге байланысты қантты көбірек немесе аз қоссаңыздар болады. Содан соң қамырдың шетін осылай видеода көрсетілгендей бүктеп шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутта беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің құлпынай қосылған галетамыз дайын. Үстіне қант ұнтағын септім. Осы құлпынай қосылған галетаны жазда жеміс-жидектер піскен кезде жасаған өте күшті. Өйткені құлпынайдың орнына кез келген жемісті қойып пісірсеңіздер өте керемет болып шығады. Достар, сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Айғаным. Сау болыңыздар достар.